Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге осы невеста тортының жасалу жолын көрсетемін. Бұл торттың ішіне қалаған торттарыңызды қойсаңыздар болады. Молочная девочка, красный бархат, вопи пай, қалаған тортыңызды. Мен вопи пай қолдандым. Вопи пай биік болып тұру үшін мен 5 қатар қылып пісірдім. Ары қарай өздеріңіз видеодағыдай уже қарап жасай берсеңіздер болады. Торттың сыртын ганашпен қаптардан алдым. Сіздің тортыңыз міндетті түрде 8 сағаттай тоңазытқышта тұрған болу керек. Одан кейін тортты қалың подложканың үстіне қоямыз. Подложкаңыз майыспайтын қатты болса, сіздің тортыңыз жарылмайтын болады. Және де мына жанында тесіктердің барлығында креммен бітеп шығуларыңыз керек. Одан кейін жарылудың бір себебі торт жинағанда ішінде ауа қалып қояды. Сондықтан жарылады. Ол ауа болмас үшін байқасаңыздар, мен торт жинағанда үстін картоп езетімен басып отырамын. Солай сіздер де басып отырсаңыздар, ешқандай да ауа болмайды. Одан кейін крем чиз жақсаңыздар да, ганашпен қаптасаңыздар да, сізде ешқандай да жарылып кету болмайды. Енді осы крем менде қазір сыртындағы шоколадный ганашты пленкаға салып алып, осылай насадкамен жағып шығамын сыртына. Бұның да анық видеосының барлығы да менде YouTube каналымда бар. Қазір сілтемесін астына қалдырамын. Ганаш жасайтын жерде көрсеткен болатынмын. Крем тимей қалған жерін бәрін осылай кремді азырақ алып, жағып шығып, одан кейін шпательмен сыртынан тағы да туралап шығамыз. Шпатель менде строительный магазиннен сатып алған болатынмын. Өте ыңғайлы, кондитерский магазиндерге қарағанда осы строительный шпательдер өте түп-түзу қылып шығарып береді. Сондықтан строительный магазиннен сатып алсаңыздар болады сіздерде. Ары қарай видеодағыдай осылай түзеліп шыға бересіздер. Шоколадный ганашпен тегістеп болдым. Енді тортты морозильникке 30 минутқа салып қоямын. Одан кейін сыртын велюрмен қаптайтын болам. Торттың сыртын велюр етіп қаптау үшін бізге жеке-жеке шоколад пен какао масланы ерітіп аламыз. Және де бір-бірімен біріктіріп, араластырып, қалаған түсімізге бояймыз. Бұның да жасалу жолын, қалай велюрмен қаптау керектігін барлығында анық видеосын салған болатын. Оның да сілтемесін мен астына қалдырамын. Мен қазір торттың сыртын ақпен қаптайтын болғандықтан диоксид титан қолдандым. Енді блендермен жақсылап блендерлесек, шоколадымыз ақ түс болады. Менің краскопультімнің ыдысы үлкен болғандықтан осындай кішігірім стаканчик қолданамын. Одноразовый стаканчикте қолдансаңыздар болады. Енді қолданатын осындай велюрымыздың температурасы 35-36 градус болу керек. Міне 35 градус болды менде. Енді торттың сыртын қаптасам болады. Торт міндетті түрде 30 минут, 40 минут морозильникте тұрған болу керек, мұздай болу керек. Сол кезде велюр жақсы ұсталынады. Велюр жасау үшін бізге осындай ескі бір коробкама керек, өйткені артына қатты шашырайтын болғандықтан міндетті түрде коробка қойыңыздар осылай. Міне осылай
еш қиындықсыз осылай қолданып шыға берсеңіздер болады, шашып. Бұның да анық видеосын мен көрсеткен болатынмын алдыңғы видеоларда, соның сілтемесін салып көрем, сол жерден жақсылап қараңыздар. Осылай айналдыра бір слойды жағып шықтым. Одан кейін тағы да морозильникке 10 минутқа салып алып, екінші слойын істеймін. Одан кейін тағы да 10 минут морозильникке салып, үшінші слойын істеп, осылай өзіме ұнайтын қалпына келгенше істей беремін. Мен 3 рет осылай істеп шығамын. Ішіндегі кремі ол тұра береді, краскопульттың ішінде ешқандай да қатып қалып, ондай болмайды. Сондықтан оны да уайымдамаңыздар. Алдыңғы видеода сұрап жатқандар бар екен, ол ішінде тұра бере ме деп. Иә, тұра береді краскопульттың ішінде. Осылай негізінде ешқандай қиындығы жоқ, бір үйреніп алсаңыздар болды. Осымен тортымыз дайын. Енді тағы да 10-15 минутқа морозильникке салып аламын. Одан кейін барып үстіне невестамызды қоямыз. Невестамызды қою үшін біз торттың үстін кішкене ыстық пышақпен ерітіп тесік жасауымыз керек шоколадымызды. Пышақтың ұшы ыстық болмаса, ганашыңыз жарылып кетеді. Сондықтан ыстық пышақпен тесік жасаймыз. Міне осылай. Енді осы тесіктің ішіне невестамызды қоямыз. Міне осылай салып аламыз. Енді одан кейін крем-чизбен, крем-чиздің жасалу жолын YouTube каналымда бар, содан қарайсыздар, оның да сілтемесін астына қалдырамын. Крем-чизбен гүл жасаймыз. Көйлегін жасап шығамыз. Видеодағыдай сіздер де жасап шықсаңыздар болады. Мастиканы гүл шеңбер етіп осылай кесіп алып, кептіремін. Одан кейін толық кепкеннен кейін осы мастиканың үстіне осылай жазу жазамын. Жазу жазғаннан кейін осылай шоколадты ерітіп, шоколад емес, шоколадный глазурьді ерітіп қойсаңыздар, осында шоколадный глазурь тез жабысып және де мықты ұстайды. Сондықтан мен шоколадный глазурь қолданамын бұндай кезде. 4-5 секундтай ұстап тұрсаңыздар, өстіп мұздай тортта тез қатып қалады. Одан кейін формасын жақсы ұстап тұрады, түсіп қалмайды. Осымен нәзік тортымыз дайын болды. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет.